дұға жасап, умра қажылығын өтеуді Алла нәсіп етсін әрбіріңізге, жамағат. Аға, пожалуйста, дейді. Так, Ира Люф деген не ол, пожалуйста? Қабыл етсін, Алла қабыл етсін. Әмин, әмин. Келіншегім жазылып кетсін, қызым оқуға түсіп кетсін, дейді Ерболат Керемқұлов. Аллах тағала келіншегіңіздің дертіне шипа берсін, келіншегіңіздің дені сау болсын, ғұмыры ұзақ болсын. Алла келіншегіңіздің жүрегіне хидаят берсін, жүзін нұрландырсын. Алла күнәларын кешірсін. Қызыңыз жоғарғы оқу орнына грантқа түсіп кетуді Алла нәсіп етсін. Аллах тағала сіздің отбасыңызға Алланың нұры жаусын. Әрдайым жолыңыз ашық болсын, ереке. Қажеке болыңыз, Алланың қалауымен, Алланың қадірлі қонағы болыңыз, иншалла. Салдым, дұға етіңізші, дейді. Тікелей товар. Аллах тағала осы салған садақаңызбен иншалла жолыңызды ашық қылсын. Аллах тағала осы салған садақаңызбен әрдайым жүрегіңізге хидаят берсін, жүзіңізді нұрландырсын, иман байлығын берсін, жолыңыз ашық болсын, байлық, берекеттің, молшылықтың бастауы болсын. Аллах тағала сынағыңызды жеңілдетсін, сіздің отбасыңызға келе жатқан бәле жаланы осы садақаңыз қайтарсын, иншалла. Дұға тілеп берші, өтініш, дейді. Мехрибан Ибрагимова. Мехрибан, Аллах тағала осы салған садақаңызбен иншалла қандай ниетпен салған болсаңыз, сол ниетіңізді Алла қабылдыққа жазсын. Аллах тағала осы кішкентай салған садақаңызбен бүкіл күнәңізді кешірсін. Жаңа туған сәбидей тазарыңыз, жаңарыңыз, әрдайым жолыңыз ашық болсын. Мехрибан, Аллах тағала сіздің отбасыңызға Алланың нұры жаусын, Алла берекет берсін. Аллах тағала осы кішкентай салған садақаңызбен әрдайым жолыңызды ашық қылсын. Алла байлық, молшылық, берекеттің есігін ашсын сіздің отбасыңызға. Алланың мейірімі жаусын, Алланың рахымы жаусын. Әмин, әмин, жамағат. Әмин. Назира жан салдым, дейді. Назира жан батыңыз. Назира жан, Аллах тағала осы салған иншалла садақаңызды қасиетті Меккеде салынды деп қабылдыққа жазсын. Аллах тағала осы салған кішкентай садақаңызбен сіздің үлкен мұқтаждығыңызды өтесін. Қандай ниетпен салған болсаңыз, сол ниетіңізді Алла қабылдыққа жазсын. Алланың қадірлі қонағы болуды Алла нәсіп етсін, Назира жан. Иншалла өте жақын күнде осы қасиетті Қағбаға келіп дұға жасап, умра құлшылығын өтеуді Алла нәсіп етсін. Өзіңіздің жақсы көрген ең жақын адамдарыңызбен, отбасыңызбен Алланың қонағы болыңыз. Аллах тағала осы салған садақаңызбен иншалла байлық, молшылық, берекет берсін сіздің отбасыңызға. Әмин, әмин. Бердімұрат Тұрмағанбетов салдым, дейді. Бердімұрат, Аллах тағала осы салған садақаңызбен иншалла жолыңызды ашсын. Осы салған садақаңыз байлықтың бастауы болсын. Осы салған садақаңыз берекеттің бастауы болсын. Осы салған садақаңыз молшылықтың бастауы болсын. Бердімұрат, Аллах тағала сізге, сіздің өміріңізге, отбасыңызға Алланың нұры жаусын. Ойбай, мыналар. Алла қабылдыққа жазсын баршаңыздан, жамағат. Махфузаға дуа етіңізші, дейді. Махфуза, Алла разы болсын. Махфуза, Аллах тағала дертіңізге шипа берсін. Махфуза, Аллах тағала жүрегіңізге хидаят берсін.
Аллах тағала жүзіңізді жарық иман нұрымен нұрландырсын. Аллах тағала осы салған садақаңызбен иншалла әрдайым жолыңыз ашық болсын. Алла байлықтың, молшылықтың, берекеттің жолын ашып қойсын сізге. Аллах тағала осы кішкентай салған садақаңызбен иншалла бүкіл күнәларыңызды кешірсін. Жаңа туған сәбидей тазарыңыз, жаңарыңыз, жолыңыз жеңіл болсын. Алла өміріңізге, отбасыңызға берекет берсін. Аллах тағаланың жақын арада қадірлі қонағы болыңыз. Әмин, әмин, әмин. Жамағат, қалайсыздар? Қалайсыздар? Гүлнар тур салдым дейді. Гүлнар ханым, Аллах тағала кәсібіңізге берекет берсін. Аллах тағала әрбір тапқан табысыңызға берекет берсін. Аллах тағала өміріңізге, отбасыңызға берекет берсін. Әрдайым жолыңыз ашық болсын. Алла байлық, молшылық, берекеттің есігін ашсын. Осы кішкентай салған садақаңызбен бүкіл күнәңізді кешірсін. Жүрегіңізге хидаят берсін. Алла жүзіңізді иман нұрымен нұрландырсын. Аллах тағала осы қасиетті қағбаға умра құлшылығын өтеуді, Алланың қадірлі қонағы болуды Алла нәсіп етсін. Гүлнар ханым. Әмин, әмин. Әмин. Берді Мұрат, тұрмаған бетіп шипа сұраңызшы дейді. Берді Мұрат, Аллах тағала деніңізге шипа берсін. Дертіңізге шипа берсін. Деніңізге саулық берсін. Денсаулығыңыз мықты болсын. Алла жүрегіңізге хидаят берсін. Алла жүзіңізді иман нұрымен нұрландырсын. Сұлу болсын. Аллах тағала осы салған кішкентай садақаңызбен жолыңыз әрдайым ашық болсын. Бай болыңыз, қуатты болыңыз. Алла молшылық, берекет, байлықтың есігін сізге, сіздің отбасыңызға ашып қойсын иншалла. Қабыл болсын дейді. Жарас салдым дейді. Жарас бауырым. Аллах тағала осы салған садақаңыз иншалла қабылдыққа жассын. Аллах тағала қасиетті қағбада жасалынды деп қабылдыққа жассын. Шынайы біліңіз, шынайы мұқтаж жанға салып жатсыз. Иншалла Алла сөзсіз қабыл етеді. Алла осы салған садақаңызбен жолыңыз әрдайым ашық болсын. Жарас. Аллах тағала осы салған садақаңыз қасиетті қағбаға жол тартсын. Алла тағала осы салған садақаңызбен бүкіл күнәларыңызды кешірсін. Жаңа туған сәбидей тазарыңыз, жолыңыз жеңілдесін. Жабық жолдарыңыз ашылсын. Әрдайым байлықта, молшылықта, берекетте өмір сүруді Алла нәсіп етсін. Алланың қадірлі қонағы болыңыз. Жарасжан. Ниет қабыл болсын дейді. Бай болайықшы дейді. Гүлдан Урумбаев, Каспий дейді. Каспий мына жерде жаңа анандай қойып жатыр еді ғой жамағаттар. Міне Каспийді қойды жамағат. Шынайы мұқтаж жанға көмектескім келеді. Ізгі амал, жақсылық жасағым келеді. Садақа жасағым келеді дейтін болсаңыздар, осы балаға жасаңыздар. Жамағат, көмектесейік. Сбор ашқанымыз ақырын жиналып жатыр. Шынайы мұқтаж бала. Алла көзіңізге көрсетіп, құлағыңызбен естікізіп тұр. Жайдан жай көріп тұрған жоқсыз. Аллах тағала әрбір салған садақаларыңызды иншалла сіздердің отбасыларыңызға келіп жатқан жамандықты қайтарсын. Аллах тағала осы салған садақаларыңызбен жолдарыңызды ашық қылсын. Байлық, молшылық, берекеттің есігін ашсын. Иншалла бай болыңыздар, қуатты болыңыздар. Аллах тағала дертіне шипа сұрап атқан әрбір мұсылман бауырларымыздың дертіне шипа берсін. Дендері сау болсын. Ауруларынан құлан таза айығып, аурусыз өмір сүруді Алла нәсіп етсін. Аллах тағала қарызда жүрген, қиындықта жүрген, сынақта жүрген, қарызды қарызбен жауып, қарыздан көз ашпай жүрген әрбір бауырларымызды Аллах тағала бүкіл қарыздарының жабылуын Алла нәсіп етсін. Осы жылы бүкіл қарыздарыңызды жауып, келесі жылы қарызсыз өмір сүруді әдеттеріңізге айналдырсын.
Аллах тағала осы салған кішкентай садақаларыңыз бүкіл қарыздарыңыздың жабылуы болсын, байлықтың, молшылықтың бастауы болсын, жамағат. Жамағат, білесіздер, мен дұға айтамын, амал, мақсат, әрекет жасаймын. Негізгі мақсатым сбор ашқамыз, көмектесейік, шынайы мұқтаж бала. Аз уақыты қалды. Мынау конкретно нагло айтамын ғой, білесіздер ғой, шынайы мұқтаж. Көмектесем десеңіздер, осы балаға садақа жасаңыздар. Салдым дейді Гүлбану Абдыкаримова. Гүлбану, Аллах тағала осы салған кішкентай садақаңызбен иншалла сіздің бүкіл күнәларыңызды кешірсін. Алла тағала осы салған кішкентай садақаңызбен Аллах тағала байлық, молшылық, берекет берсін. Аллах тағала осы кішкентай салған садақаңызбен жолыңызды айқара ашық қылсын. Әрдайым жолыңыз болсын. Иншалла осы салған садақаңыз 100 мың есеге еселенсін. Салдым дейді 0-10 жау дейді. 0-10 жау. Салдым деген екен, аттарыңызды айтыңыздаршы. Мынау қасиетті қағбада аттарыңыз айтылып дұға оқиын. Салдым деген. А то мынау кейбір аттарыңыз біртүрлі да. Әсел салдым дейді. Әсел, Алла разы болсын. Аллах тағала осы салған кішкентай садақаңызбен әрдайым жолыңыз болсын. Аллах тағала осы кішкентай садақаңызбен бүкіл күнәларыңызды кешірсін. Алла осы салған садақаңызбен байлықтың, молшылықтың, берекеттің жолын ашсын. Бай болыңыз, қуатты болыңыз. Алла әрбір тапқан табысыңызды арттырып берекет берсін. Осы қасиетті қағбаға Алланың қадірлі қонағы болыңыз. Енді салам Каспий жоғады дейді Райхан. Алла разы болсын, Райхан. Осы енді салам деген ниетіңіздің өзі садақа ғой. Иншалла, Райхан ханым, осы салған садақаңыз